Сәлем баршаңызға. Небары 3 заттан тұратын кешкі ас дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Мен қазаныма 450 грамм май құйып дайындап қойған болатынмын. 1 келі етке 450 грамм май құйып қуырып аламыз. Менде тұздалған ет бұл. Қуырылып атқан еттің үстінен тұз салсаңыздар, етімізге тұзымыз әдемі сіңетін болады. Осылай етіп қуырып алған етімізді 30-35 минуттан кейін қуырып алып, етімізді бөлек ыдысқа алып аламыз. Осы мөлшердегі майдың үстінен мен 1 килограмм етке 1,5 немесе 2 келі картошка қосатын боламын. Осы етті сүзіп болғаннан кейін картошкамызды салып қуыратын боламыз. Мен картошкамды жуып, тазалап, аршып дайындап қойған болатынмын. Осы картошкамызды біртіндетіп салатын боламыз. Газдың астын баяу қылып қоймайсыздар. Астын көтеріп қоясыздар. Егер баяулатып қоятын болсаңыздар, картошкаларыңыз езіліп кетеді. Сол себептен газдың астын қатты қылып шығарып қоясыздар. Осылай етіп қуырылып атқан картошкамыздың үстінен екі беті қызарғанша қуырамыз. Қуырылып атқан картошкамыздың үстінен шым-шым тұз қосамыз. 2 чайный ложка паприка қосамыз. Паприка бізге ерекше дәм береді, ерекше түс береді картошкамызға. Осылай етіп қуырып, екі беті қызарғанша картошкамызды қуырамыз. Әрбір етіңізді, картошкаңызды осылай етіп бөлек етіп қуырып алатын болсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Менің видеомды соңына дейін қарап, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осындай әдемі картошка болып шығады. Оны біз бөлек ыдысқа етті салып алғандай етіп салып аламыз. Салып болғаннан кейін 450 грамм майымыздың бірден жарты бөлігін алып тастайтын боламыз. Мен 250 грамм майымды алып тастаймын. Сол майдың үстінен жаңағы піскен етім мен картошкамды салып, ұнаған специяларыңызды саласыздар. Мен описанияға қалдыратын боламын. Үстінен кішкене су құйып, астын баяулатып, 5-6 сарымсақты турап, 45 минутқа бұқтыратын боламыз. 20 минуттан кейін картошка мен сарымсақты бүкілін алып, бір араластырып, ары қарай 25 минутқа бұқтырып дайындаймыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.